Сәлем менің достарым, сіздер жаңада каналындасыздар. Менің қош келдіңіздер. Бүгін сіздер сұраған жатақхана сериалының екінші сериясы. Неге ұзап кеттің десеңіздер, мен негізі түсірген болатынмын қаншасын, просто оның барлығы дауысым естілмей қалыпты. Сондықтан да мен оның барлығын өшіріп қайттан түсіргелі отырмын. Айып етпеңіздер, ал біз видеомызды көп созбай бастаймыз. Тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Так, тұрайын. Мен барайын. Элиза тұрмады ма? Элиза, тұрсаңшы. Ой, не болды? Тұрсаңшы. Неге? Сол, болсайш. Тұрғым келмейді. Оны университетке кешіп қаласың, бүгін бірінші күнің ғой. Қойшпы, баршы. Жарайды. Мен киініп алайын да. Так, мен бүгін Найкемді киемін. Енді мен сөмкеме заттарымды сала салайын, наған емес, наған салайын. Мен бұны көрмеппін мүлдем. Так, сала салайын, және кітабым. Мен болдым. Енді барып қыздарды оятайын, нақа қоя салайыншы. Так, тұрайын. Тұрсайшы Ақбота. Тұр. Жарайды, бүгін бірінші күніміз ғой. Дайындалып ал. Ол месінері келе жатсам, қайырлы таң. Элиза тұрмады ма? Жоқ. Біліп едім осындай болатын. Не істейміз енді? Давайте пранк-стаймыз. Қандай? Қазір бізде Ақбота барып, сағат уже университеттің уақыты басталайын деп жатып, біз кеттік деп өтірік тығып тұрамыз. Біз екеуміз тығып тұрамыз, сәнем. Жарайды. Кеттік. Сөзін шашым оянады. Жарайды, кеттік, жүр. Мен дайынмын, мен де. Сен дайынсың ба? Кеттім мен. Элиза, тұрсайшы. Тұрмайым. Тұр, университет, біз кетіп барадық, давай, пока. Не дейсің? Кетіп барадысыңдар ма? Мен тұрайын. Жақсы. Жаман болды, ә? Мен ұшпасын бірақ. Мен тезесін. Заттарымды алайын. Так, кітап. Тағы не бар? Мынау бар. Так, мынау бар. Потом бүгін нанды алып кетсайын. Так, нені алып кетем тағы? Киім. Так, қайсын кем, нан ма? Оянып тұрмайыншы бол. Так, апа ұрсат маған. Так, боянып алайын. Жоқ, боянуға менің уақытым жоқ. Так, қоя салайын, мен кеттім. Не болды? Босаңдашы кеттік. Айтсайшы, ақшайшы, Ақбота. Өзін айтшы. Нені айта алмай тұрсыңдар? Бұл негіз кішігірім саған пранк. Негіз сабақ 9-да басталады, бірақ сағат қазір 7:30. Не дейсіңдер? 7:30 бар. Неге алдайсыңдар? Бар жуынайыш. Таңғы қойдың, мен макияж жасап үлгермедім. Түсіне жыным кеп тұр. Бар. Мен адамда барып завтрак дайындайын. Жақсы, бізде көмектесеміз. Жарайды. Бірақ күшті болды, ерте ояндым. Так, болды, енді мен кино алайын. Не болды? Қуаныштысың ғой, ашыл емес. Сіздерге рахмет, мен всегда кешік баратын. Мектепке кешік баратын, мен всегда. Енді сенер қалғанда ерте тұрдым. Және күшті болды, үлгердім барлығынан. Онда кел. Бірақ очень жаль. Болды? Не болды? Университетте осындай өмір ғой. Ұмытып кеттім бұндайда. Уайымдама, үйреніп кетесің. Давай, жеп алыңдар. Жақсы.
Мен жемеймін. Давай сүттерімізді ішіп алайық. Сүт іш, мен іше алмаймын. Іш. Зато сабақ жақсы оқисың. Шын ба? Я. Дәмді екен ғой? Иә да. Айтпақшы, сендерге қазір бірдеңке берем. Не ол? Мынандар, маған берші. Онан маған бересі ал. Маған берші. Жайт, мынау маған. Кеттік онда, жүндір. Мынаға қоя салайын. Так, мынау менікі. Онда біз кеттік. Жинасайшы сен. Қойшы, жинамай қойын, кешке келген соң жинайым. Жақсы. Айтпақшы, бүгін бізге уборка жасау керек. Керек сабақта. Айтпақшы, біз қай университетте оқимыз, папамыздың? Мен Қазығуда оқимын. Мен де оқимын ғой? Мен де. Мә, төртеуміз бір университетте оқимыз ба? Қандай курс? Мен 2, 1. Кішкентай екенсің ғой? Иә, енді сондай болып тұр. Сендермен бірге оқи алмайтыным енді белгілі. Жақсы, онда кеттік. Жүндір. Достар, осымен тәмам. Неге тез бітті? Университетін көрсетсе десеңіздер, мен қазір көрсетпеймін. Келесі 3-ші серияда көрсетем. 3-ші серияны күтсеңіздер, 3-ші серия деп жазып кетуді ұмытпаңыздар. Қысқа болып қалса айып етпеңіздер. Сау болыңыздар.